Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 17-ші жаттығуды талдаймыз. Бірінші есеп натрий 23 натрий берген, фтор берген, күміс берген, кюрий берген, менделей берген, басқа да ядролар берген. Осылардың құрамы қандай дейді. Яғни сіздер білесіздер, бір X дейтін элемент берілетін болса, және A және Z деп жазылады. Яғни осы жерде сіздер білесіздер, A тең Z қосылған N деген формула бар. A деп отырғанымыз массалық саны. Яғни массалық саны, малярлық массасы деген сөз. Массалық массасы. Ал Z деп отырғанымыз протон. Ал N деп отырғанымыз ол нейтрон екен. Сонда сіздер енді натрийді алыңыздар. Натрий сонда 23-11 натрий. Осыдан A дегеніміз массалық саны 23-ке тең екенін айғаруға болады. Z протоны 11-ге тең екен. Ал N деп отырғанымыз сонда мына формуланы түрлендіретін болсақ, сонда N тең A азайтылған Z екен. Сонда A-дан Z-ді алатын болсақ, 12 нейтрон екен. Сонда келесі фторда сөйтіп жазып шықсаңыздар болады. Сонда фтор бізде 19-да 9 фтор. Сонда осы жердегі 19 деп отырғанымыз массалық саны екен. 9 бізде протон екен. Сонда 19-дан 9 аламыз. 10 нейтрон екен. Дәл сол сияқты күміс, кюрий, менделеевті жазып шығасыздар. Біз екінші есепті көшейік. Сонда екінші есепте бізде D3 ядросының массалар ақауының байланыс энергиясын және меншікті байланыс энергиясын есептеңдер дейді. Бұл есеп шығару үшін өзіміздің тақтамызды қосайық. Сіздер білесіздер, массалық ақаудың өзінің арнайы формуласы бар. Ол дельта M тең жақшада Z протон, протонның массасы қосылған N протонның, нейтронның массасы азайтылған масса ядра дейді. Массаның ядрасын азайтасыздар. Ал бұл жердегі масса ядраны қайдан табасыздар? Ол массаның атомынан аласыздар. Протонның көбейтіндісі неге? Массаның электронына. Бұл массаның электроны сіздерге кітапта есте сақтаңдар дейтін бөлімде берілген. Ол бізде белгілі шама. Масса неға жазып қояйын, ол тең 0, 0, 3, 0 бізде 5, 5 МАБ. Мынау МАБ дегеніміз массалық атомның бірлігі деген анықтаманы береді. Сонда біз Z бізде бірге тең екен белгілі. Ал массаның атомын қайдан табамыз десеңіздер, оны кітаптың арқасында үшінші кесте берілген сіздерге. Сол кестеден анықтай аласыздар. Мен мына жерге келтірдім. Яғни міне сіздерде берілген. Осыдан аңғаруға болады екен. Так, сонда біз берілген жазамыз. Ол бізде нешеге тең екен? Так, сонда тең деп жалғастырам. 2, 0, 14, 10, МАБ азайтылған. Масса бізде протон бірге тең екен белгілі. Сонда бірге нәрсені көбейтемін осыны. Сонда менде 0, 0, 0, 0,55 өзіне тең болады. Өйткені бірге любой санды бірге көбейтсек осыған тең болады. Азайтқан кезімізде бізде 2, 0, енді бұл жерде сандармен қателеспеңіздер. Өйткені өте есептеуді қажет етеді. Осы нәрсеге тең екен. Енді біз не істейміз? Бұны аламыз да, мына нәрсені алған нәтижемізді мына жаққа қоямыз, мынаның орнына қоямыз. Бірақ біз мынаны білмейміз, оны да есептеп алуымыз керек. Сонда ZM протон қосылған N нейтронның массасына. Бұл да кестелік мағынасы бар. Кестесін көрсетейін сіздерге. Міне тұр нейтронның массасы и протонның массасы және нейтронның массасы берілген. Соларды орындарына қойып шығамыз. Так, бізде қандай элемент берілген десеңіздер, міне 1 да 2, D3 дейді. Бұны сонда бізде массалық саны 2-ге тең екен, жаңа айттық A-мыз 2-ге тең екен, Z-іміз 1-ге тең екен, нейтронымыз неге тең екен? 1-ге тең екен. Сонда мен Z-тің орнына 1 деп жазам. 1 көбейтілген. Ал нейтронның, протонның массасы бізде 0, 0, 0, 7, 28 МАБ. Қосамыз. Нейтрондікі нешеге тең? 1-ге тең. Көбейтем. Тура сол сияқты жаңа кестедегі мән жазам. 0,08, 67 МАБ.
Сонда қосқан кезімде менде тең болады мына нәрсеге 2 0 1 55 95 массалық атомдық бірлігі. Енді сонда менде массалық ақауым тең болады. Мына нәрседен аламын. 95-тен аламын. 21-ден аламын. Так, міне, мына нәрсені аламын. Ол 2 0 0 3 55 МАБ. Сонда менде алған кезде менде өте ұсақ нәрсе шығады. Ол 0 так 0 0 0024 массалық атомдық бірлігі. Міне біздің жауабымыз массалық ақауымыз мына нәрсеге тең екен. Біріншісін таптық. Екіншісін қалай табамыз? Бізге айтып тұр, байланыс энергиясын табыңыздар дейді. Сонда бізде байланыс формуласы былай. Дайын тұрған формуласы бар. Ол массалық ақауды көбейтеміз 931 мега электровольтқа. 35 яқты, 31-ді 5 кешірім сұрайым. Сонда көбейткен кезімізде бізде 2,2 мега электровольт шығады. Ал меншікті кедергісін меншікті энергиясын тап десе, ол бізде осы байланысты бөлеміз аға. Біздің случайда массалық саны бізде 2-ке тең, сонда біз 2-ке бөлектеміз. 2,2-ні мега электровольтты бөлеміз 2-ке, сонда бізде болады 1,1 мега электровольт. Осымен есеп шығарымыз аяқталды.